Армысыздар біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері. Бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде жаңа маусымдағы екінші шығарылым. Біз негізі бұл бірінші шығарылым. Біз бірінші түсіріп жатырмыз. Біз көрермендермен шынайымыз бізде. Бірінші болып бізде қонақта негізі кешіп келгеніңді де айтса онда. Иә, оны айтты ғой. Шынайы Өте керемет жан. Жайдарманның чемпионы, абсолютті чемпионы. Өзінің нәпсісін жеңіп, абсолютныйда чемпион болған. Біздің ағамыз редактор Рамазан Файлов. Қош келдіңіз. Рәке. Рахмет. Қалайсыз, жақсысыз ба? Көптен бері алдырамай жүрдіңіз да. Қанша уақыт болды уже? Шақырмай жүрдік деші. Алдырамай жүрген басқа жауап. Осылай бассақ нормально ма басын? Басай. Гемпра. Бұған дейін енді біздің хихикаяға сіздің алдыңыздан өткен жандар келді. Сіздің редактураңыздан өткен, бүгін енді редактордың өзі келіп отыр. Қош келдіңіз. Просмотр соларда аз оқымас. Бізде айтпақшы қаралым жағынан ең азы Олжас Опанғалимен болған шығарылым, иә? Рәкең енді... Құдайым Олжасты қалдыра көрме. Қалайсыз, жақсысыз ба? Жақсы. Алматыда қайдан жүрсіз? Не істеп жүрсіз? Алматыда оқуға келдім. Так. Коучинг. Ұмытып кеттіңіз ба кезінде? Коучинг деп атала ма? Иә, соны жаңа бірдеңе оқу керек болды. Курс тілге жазылған ба, сосын коучинг бір Ильяс дейтін жігіт бар, осыны көп естіп соның несі. Рома коуч дейді. Алмалы Ильяс емес. Орыс па? Роза коучтан кейін Рома коуч болайын деп отырсыз ғой өзіңіз, иә, Құдай қаласа. Сол бірдеңе көрейін. Уже менде сендермен жұмыс істеп психологиялық проблемалар басталды. Ол жақта не үйретеді, не нәрсе курс? Ерлердің құқығын қорғау ма? Адам тану мен жалпы адам қабілеттерін жұмыс жасау, психотипін анықтау қызық өзіме. Бір не болсын, эксперимент болсын, тәжірибе болсын дегенді. Рәкей, осы жердегі жігіттердің бір темпераментін жаңағы қабілеттерін сырт келбетіне қарап. Ден сау аз ғой жалпы. Ондай әлі мен оның маманы болған жоқ. Бұлай енді білесің ғой, шама шарқын кім қалай деген сияқты. Біз екеуміз бұрыннан көрініп тұрады, сырт көрбетіміз. Иә, білем ғой, сіздің команданы жалпы. Иә. Тағы отсаңыз болды әйтеуір. Ондай бір жаман адамдар жоқ. Burada жоқ ондай жаман адамдар. Алмалда бар, бұлай. Негізі Рамазан ағаның ерекшелігін айтып өтейік те осы жерде. Көп жерге бара бермейді ғой бұл кісі. Иә. Шаткастқа ғана бардыңыз ба? Или мен сол жерде ғана көрдім ба? Жоқ. Ең көп жерге бара береді. Рәкеңнің ең соңғы сұхбатын немен көрдім? Дастан ұстазбен. Ол мен көп жерге бара бермеймін бе? Көп жер шақыра бермейді. Жоқ, Дастан ұстазбен болды. Қазір енді барып жатырмын, шамалы бармай жүріп едім. Пока что муфтият хихикая. Бір муфтият болды, қиын болды ол, қатты шындай. Себебі діни бір сөз айтып қалу шамалы қиын. Редактура қатты ғой. Редактура қатты, иә. Андай бұрын ұялатын едім, короче, неге өзінше ол сөйлей бермей қойын тағы деп, сосын үлкен кісілер айтты, керісінше бар, айт, сөйле, жүре бер сондай жерде деп, сосын жүрмін. Бір оқиға бар еді осыған сай ше, Рәкеңде. Оны айтуға бола ма екен жалпы? Кезінде Рәкең... Кім, Рамзан Кадыровпен не байланыстырады? Деп андай өтірікше. Бәрі соны сұрайды, Нұржан айтқаны ма? Білмедім оны, Нұржан не айтқанын. Не айтып жүрсің Нұржан? Шаткаста сұрағаны ма? Онда жас кезде болған нәрсе ғой. Ол бар ғой, ондай бағдарламаларын күлкілі емес болып кетеді, сосын эфирде алдырып тастауым мүмкін, сол үшін уайымдап тұрмын. Негізі Хамит ағадан кейінгіше, Хамит ағадан кейін сізге көп пародия салады ғой, квн-шіктер білесіз ба? Иә. Көрдім, ұқсамайтын пародия. Ильяс деген жол болмай қалған жігіттер пародиядан. Ең күшті салады Ильяс. Өзі андай ғой, адам пародия салған, сол адам зерттейді ғой, соған қарай икемделеді, сол сияқты болғысы келеді да. И соны копировать етіп алу мүмкін да. Анау да дәл сол сияқты квн-де күлдіре алмайтын болып қалды ғой. Пародия салу маған керек емес. Көрдім мен салғанда, ренж жоқ, в принципе, нормально, сала берсін. Жалпы төртеуміз де сөйтіп отырайық та. қоғамда сақалыңыз үшін өзіңізді оқшау сезіндіңіз ба? Соңғы кезде алдында бір эфирге бардық, бір эфирге. 3,5 сағат түсірді ғой. И ол өте қиын түсірілім болды да, себебі былай камералар олай тұрған жоқ. Былай круговой да. Осылай түсірді, 3,5 сағат түсірді, эфирге түстім, бәрі болды. Сосын анонс шықты, бірінші анонста бармысың,
эфир шықты. Басыңыз Эфирде айналып мен- қалды ма көріп отырмын. даже былай құлағымның ұшы жоқ қой. Полный эфирден қиылып қалған. Сосын неде сізде қиятындар бар екен ғой. Мен қай передача екенін біліп тұрмын. Мен де біліп тұрмын. Енді ал передача өкпе чувство қалай болды қиған? алдыма келді ғой. иә. Үйге келіп дайындалдыңыз ба? Жоқ, мамам ренжеді, мамам ашуланып, ана Біздің де мамамыз ренжиді көбіне. Дұрыс ойнамай. мен енді бар ғой, қиятындай ретім, себебі мен 4 жыл эфир көрмеген адам ғой. Мысалы гала концертке шығамыз ба, бір команда қиып тастаса, бізді қиып тастайды. Бір жерде алып тастай ма, бірдеңе сөйтіп 5 жыл ғана эфир көрді. Сондықтан да мен де біреуден өш алғым келеді. Мен де бірде эфирге шығарғым келмейді. Өте Түсіністікпен қараңдар. жақсы өшпенділік. Мен бір сұрайын дегеніміз, полуфинал не болды? Жартылай финал өтті ғой балалар. Хихикаядан бір команда дедіңіз ғой. Қосылып Әр жобадан бір команда. Қосылып шығайын деп отырық бұйырса. Бір білмеймін, жарты финал қызық болайын деп жатыр ғой. Біз қазақпыз ойнай алмайтын болып жатыр бүгін. Да? Хабарлады. Жаңа хабарласты. Біз сіз қалай қызық болады екен ол? Жоқ, жақсы болады. Өзің пас бермейсің. Жоқ, біліп тұрмын. енді жоқ енді мындай мүмкін өтесің. Как көреміз ғой. Передачадан кейін Соңғы шешеміз. Хорошо, что Ернар жоқ, иә? Ол кезде точно өтпейтін еді балалар. Көрейік. Негізі біздің жобаны көрдіңіз ба былай? Үзінділер көрдің иә. Былай Сен көргенде ұрысып отырсың ба? Толық. Қалай сөйлесіп Мен бар ғой андай. Натай сөйлескім келіп тұр. Айтпақшы, маусымда жоқсыңдар ғой уже. Енді сөйлесе бересің сол үшін. Маған Нормально бола сөйлесу үшін. Қазір ой үстіндеміз сендерді. Маған бола береді қалай сөйлессем. Неде передача көремін. Мен вообще не қараймын? Документальный фильм қараймын ютубта. Аха. Сосын спортивный драма қараймын. Нелер биография бар ғой, болды. Спортивный драма дейтін бокс бол. Бокс мен хоккей. Биг драма шоу ғой. Или Бельгия, Қазақстан ба? Ол спортивный эротика ғой. Аны қарап болмайды. Айтуға ұялып ем сол сөзді. Ұялмау, түнде көрсетті ғой. Олар ойнауға ұялып тұрған жоқ қой. Сен неге Маған боласың? алып тастаңдаршы. Ол енді орада қиын болды жігіттерге шынымен андай ғой. Футбол демекші айтпақшы, Рәкең Ақтөбенің фанаты ғой. Жақында Қайрат Ақтөбе ойнайды. Біздің, иә, 14 ая бұйырса. біздің Қайрат бар ғой, который чемпиондар лигасында жүрген. Иә, өзіміздің. Который қазақтар ойнайтын ішінде көбінесе танымал. Сол КПЛ-дағы көптеген клубтар, білесіздер, чемпиондар лигасында ойнаған үшін кішкене ойындарын жылжытып, тек бір ғана команда сондай бір иттіктеуге ауызбазы ма? Бармас енді бірақ. Жоқ, қалай бармайды ол? Иттік қой ол. Оны Рамазан аға шешетін бе еді? Айтыс сияқты маңдай елінің. Вот 2018 жыл ғой, мен Қайрат Ақтөбе матчына келдім да осы жаққа. Мен Қайраттың ойындары кейде Алматы жүрген не ойын болады, стадионға барып қарайсың ғой. Именно Ақтөбе Қайратқа бірінші рет келгенмін ғой. Ойымда ештеңе жоқ, мойнымда шарф, үстімде футболка Ақтөбенің Абаядан тіке кіріп баратырмын. Абая Қайраттың ходы киімі. Мен вообще есімде ештеңе ойнап жатқан жоқ. Ақтөбенің киімімен. Ақтөбенің киімімен. Бір талпа тұр осылай. Билет сұраймын, ортасына кіріп жігіттер билет қайдан алуға болады деймін ғой. Сөйтсем ультрасқа кіріп кеткенмін ғой. Аналар енді елестетші, бір-ақ адам өзі ортаға келіп саған сөйлеседі. Аналар шошып кетті. Дейді, мен қоршап алды осылай. Тұрмын, не істеймін енді. Қазір ең ұяты киімді жыртып тастайды да. Мен голый Абайда жүру керекпін да, үсті басым былай қарай. Ё-моё, тұрмын, мен не істеймін? Еще ораза вообще. Футбол үшін таяқ жеуге менде желание жоқ. Менде айлықта төлемейді маған ол үшін ше андай. Үй тұрып қалдым, не істерімді білмеймін. Бір кезде біреу атып шықты басынан. Ұмытып қалдым жігіттің атын. Жігіттер таныды. Сол басшылардың бірі деді. Алып шығып кетті ма? Бас шырам тұрып қалды да. Йо, брат, мен сені танимын ғой дейді. Сосын тоқта деді жігіттер. Шартты тартып алыңыздар дейді. Вот КВН қатты пайда тиген кез болды да. Шартты орап ал дейді неге Байтұрсынова ма? Сол жақтан кіргізіп жіберіп. Сол оқиға есімде қалды. Негізі Қайрат пен именно Ақтөбенің фанаттары сәлемдай ше. Қуат былай айтқан кезде. Білесің ба неде? Қазақстан мен Грекияның ойынын көруге бардық, Алматы аренаға ше. Дәу неден экран қойып берді, сөйтіп көрдік ананы. Құтылдық қой енді. Сөйтіп сыртқа шықсақ біреу тұрды да Қайрат деп байқалады, екіншісі Ақтөбе деп байқалады, пытырласып кетті ғой екеуі. Просто так. Греция мен Қазақстанның ойынында. Мысалға да. Біреу грек па? Айтпақшы біз фондағы достарымызға сондай болып жатыр мынау ше. Фондағы достарымызға алғыс айтамыз деп отыр ғой. Бір тички ебет соң айтамай кетті. Собор айтады бір жігітке біздің айтқанда, біз 2-ақ рет жиналамыз деп. Біреу 16 желтоқсанда, екіншісі сендер келгенде деп ше. Берекетті алдыңдар. Сондықтан енді бір ол сәні ғой футбол, бірақ ол шамадан шықпау керек.
енді ойын келіспеген енді басшылықтың жұмысы мен білмеймін, бірақ жалпы енді сыртқа шыққан жағдайда біз бәрі де бізде күнде шығып жатқан жоқ қой команда, сондықтан да тілеп отырасың ғой міндетті түрде. Мен ойындарын қарадым, шынын айтайын. Жалпы Ақтөбеде өзіңіз былай төбелесіп көріп пе едіңіз? Футбол үшін ба? Жоқ, мен футбол үшін төбелесу маған ұнамайды ондай дүние. Қыз үшін төбелесе алмайсыз ба сонда? Жоқ, қыз үшін. Таяқ жеп? Мен таяқ жеп жоқ, көрген жоқ. Мен вообще ондай қыз футболисттер үшін төбелес соңғы кезде көп болған жоқ, шын айтайын. Ондай қатты ұнамайды ондай нәрсе. Сөйлесіп шешуге болатын дүние ғой. Маған ұнайды төбелес. Ешкімге ұнамайды сияқты төбелес. ұнай ма деп сұрамайтын сияқты төбелесуге. Басынан келсе саған ұнай ма төбелесуге? Жоқ, енді болады ғой бет шексіп қаласың шамалы дүниелер, бірақ та енді футбол тағы бірдеңе үшін ол болмай андай керек дүние деп ойламаймын. Футбол мысалы заңдылығы бар да, фанаттар төбелесті, құлаған ұрмайды. Болғаннан кейін бір-бірінің үстін қағады, әрі қарай сыра шетінер сырасына солай кетеді да. Негізгі бір өзінің заңдары бар да. Германияда, иә. Абылай жаңағыдай біреудің басын жарып кетіп, өлтіріп кетіп, ондай дүниеден Құдай сақтасын. Ол қатты керек дүние емес. Жалпы. Иә, төбелесетін болсаңдар, достойный нәрсе үшін төбелесіңдер деп тұрсыз ғой, иә. Отан үшін, ерке болатықтар сияқты ма? Бар ше, UFC-ге бар, қатты өсін келіп баратса. Сондан қарайсың ғой енді. Жаңа енді біздің шығарылымды қандай үзінділерін көрдіңіз? Кіммен үзіндісін көрдіңіз? Ол қызық емес. Полный Олжаспен көргенсіз ба? Не қыласыз? Жоқ, мен кіммен ұмытып қалдым. Мен үзінділер нелер шортсқа саласыңдар, неге Инстаграмға, неге рилсқа солардан көрдім. Кімді көрдім? Хамидті көрген сияқтымын, или ұмытып қалдым. Короче, көрдім. Өзі Хамекеңдікі ғана қызық болған ода. Иә, айтпақшы, Сіз енді редактор келеді дегеннен кейін Ернарды алып тастадық бүгін. Иә, өзім сама редакторымен. Айтпақшы, Рәкең бізде Жайдарманда бірінші жылы жоғары лигаға шығып чемпион болған. Өзі 3 командасы бар. Иә, көз тимесін бар, сіздер бар. Көз тимесін 2 дүркіннің алдында чемпионға негізінде. Кім бар тағы? Біз сияқты тек. Жарайсыңдар жігіттер. Жарайсыңдар жігіттер, мүмкін жарайсыңдар жігіттер шығар. Мүмкін, иә. Бірақ жоқтан кеп білдірмей кеп чемпион болды. Тәуелсіз Жайдарман тарихында уже жаңағыда именно аутсайдер ретінде кіріп еске түсетін сіздер, иә. Неге мысалы арнайы жобаларда экспресс ойнамайсыздар? Біз болды финалда бүкіл болсаңыздар деп андай не қойып кетсеңші. Неге мысалы полуфиналда энергол ойнамайсың? Қандай күшті пас беремін деп қалсам ше. Сол ойында да мана пастар берді. Қызығын-ай. Қызық болды біздің чемпионство. Қалай болды сол чемпиондығыңыз? Соны айтпақшы, сіздер сол чемпион болардың алдында бір пәтер, жалдамалы пәтерде дейікші енді. Бірнеше адамдар тұрған екенсіздер. Қазіргі көптеген жұлдыздар, мега жұлдыздар, чемпиондар. Сол жерде сізді көбіне сол әзіл қалжыңның объектісі ретінде көрген деп соттасудан чемпиондар болған дейді. Марат Достаев болды, көз тимесін. Аралас болды, толық құрмен. Ғалым Ақылбек, Данияр болды. Сосын Нұрболхан болды. Артынан Қасиет келді. Сосын Алмат болды. Қосылғандар болды. Бұлай енді чемпиондар тұрды да. Негізінен. Иә, негізінен енді. Сөйтіп мен келдім. Олар енді жастан менен үлкен поколение шамалы үлкендеу. 2 ай мен ол үйде сөйлемейтін болдым. Үндемеймін. Қазір бірдеңе дұрыс емес айтып қалсаң, болды. Ернар сияқты, короче. Вообще, короче, сен жоқ қыл жүреді ана арада. Мен үндемей жүрдім, сөйтіп. Бір ана әскер дейтін тапер жігіт келді. Бір неудачный прикол айтып отыр. Мен уровень келді дедім, соны жедім. Үйде андай болды. Трофей отады олар. Бәрі жаңа нелер жазда ойындар көп қой барады. Нұролхан көз бір бөлмеде тұрамыз. Жасып айдатып алды тағы бір әкім. Нұролхан менің бүйтіп басыма қойып қояды кубоктарды шкафқа осылайша. Қиналып тұр таңертең деп ше. Міне әкеледі. Міне кубоктегі мындай болады Рома. Қарап ал, сен мындай ұтып көрген жоқсың ешқашан. Жаз бойы бүкіл жерде ұтылып жүрмін ғой. Не бар? Вариант ұтылып жатыр. Сөйтемізді бірінші жартылай финалдан ұшып кетті деймін үшін болашақ. Уже Нұролхан жай басты темпіні көп сөйлемейді. Финал бітті, чемпион болдық. Біз пәтерде жаттық. Ерінбей жаңа квартирге бардым ғой. Квартирге барып Нұролхан заттарын жинап, сумкаға салып, подъезге лақтырдым. Бұл үйде тек чемпиондар ғана тұрады. Нұролхан шамал тұрайын деп сөйтіп қызық болған. Ол кісілерге не болмадыңыз, редактор болмадыңыз, киімдері? Жоқ. Бұлай көмектесіп, соавторство жасап, енді арнайы жобаларда болды. Рәкеңнің ең қатты редактор болғаны высший лиганың чемпиондары Россияда, летний кубоктың чемпиондары Азия Микске болған ғой Рәкең. DJ Battle'да Азия Микспен жұмыс істеді. Оларды кескен ғой, не айтып отырсың?
Азия Микстан бастап Алмалыға дейін болып саған. Былай қарап тұрсаң. Олар көп айта бермеңдер, ренжіп қалғаннан бұрын реклама ғой оларға. Ренжімеңіздер, Азия Микс. Сіздер сөйтіп чемпион болып кеттіңіздер. Ол күтпеген жағдай болды. Даже сіздің отбасыңыз сенбеген деген. Олар финалда Назар Аудар мен Барыстарға болсын. Сойда тесіңдер, қанша көрдіңіздер, күлкілі емес қой дейді. Ең ойланшы, андай эмоциональный өте қызық, бірақ ауыр чемпионсың мысалға біз Абайда таған бар ғой, Жастар сарайы Сейфуллин көшесіне ғой, бір кварталыңыз, бір неден өтесің, жолдан Абай 5 минут, 10 минуттық жер ғой үй. Енді реквизит жинады, жарты сағаттан үйге барды. Ол кезде Билайн флешка ғой, интернет жоқ. Билайн флешка тағасың, сонымен и ноутбук, агенттің кезі ғой. И агент қатып атыр, сообщение міне чемпионсың жарты сағаттан кейін ғой. Құтты болсын деген, құтты болсын жоқ. Өліп қалыңдар, айран, короче, полный негатив қой. Енді Назар Аудар, Казгу, Барыстар, Альянс қорқыт. Бәрі андай жанкүйерлері бар, нелер андай не істерін білмейсің, сен чемпионсың, андай негатив, сен ешкім жақсы көріп тұрған жоқ. Сол үшін құрметті көрермендер, астына негатив комментарий жаза беріңіздер, Рәкеңнің оған иммунитеті бар. Сол агент демекші Рәке, сол чемпиондық болған кезде бір агентте біреумен сөйлескен бір дегендер. А Бекамен ба? Эксклюзив. Жоқ. Бекамен болса айта беріңіз Рәке. Жоқ, ол андай. Бір параллель жұмыстағы Андайыңыз бар еді ғой деген сияқты ғой айттым ғой. Жоқ, жақсы айтайын енді. Қызық еді мынау. Короче, андай Просто білетін оқиғаларымызды есіне түсіріп отыр Рәке. Кім жақсы оқиғасын есіне түсіреді деген ойым болып жатыр мынау ша. студент кезде неде басқа жобаға орасылайық та ба? немен түсесің ғой, біреулермен сөйлесесің, қыздар енді жаңағыдай ғой, уже шамалы келе жатыр жасың. Осының бірі. Жасыңыз нешеде чемпион болған кезде? 19-да. Или 19. Ямалмен жасты кезде апсыз ғой, Или 19 жасымызда чемпион болдық. Жоқ, 12, 20 дұрыс. 2012, 20. О, 20 болса онда. Кім чемпион болды? И сол кезде андай болды. Бір күнде баяғыда сөйлескен шамалы 3 қыз, келесі күні бір қыз агент қой, подписка жібереді ғой, запрос. Сөйтіп адами андай ішім өртеніп кетті жанда. Қалай бұл деймін да, сонда адами бір құндылықтар жоқ па? Именно чемпионсыздан кейін эфир шықты, короче, и адамдар жіберіп бастады. Сөйтті, сонда бір қыз болды ішінде. Ол жаңағыдай ол кезде бірінші курсқа келген қыз ғой. Мен енді бір қызбен жүріп көрейін деп 4-ші курсым ба или сонда. Сақалыңыз жоқ ол кезде. Сақал жоқ, сақал үйленгеннен кейін шықты. Содан сөйтіп көрейін деп сөйткен кезде оған жазғанмын да, сөйтіп ішінен таңдағанмын ғой, осы қыз болады ау деп. Сөйтіп ол түсіндіріп айтты, мен бірінші курспын, әке-шешем үміт артып отыр. Енді колледж ғой, енді жоқ универ, академия болса енді үмітке көп та. Енді былай жалпы енді маған мен алдап жатқан ол, ладно, қалай болған деді. Сөйтіп ойшым мен сабақ оқуым керек, жігітпен жүретін уақытым жоқ. Все, мен вообще қолдадым, өте жақсы шешім, дұрыс шешім. Сөйтіп жүрмін, бір аптадан кейін бір жігітпен жүріп жүрмін. Ох, ё-моё. Сөйтіп 4 жыл күттім ғой. 4 жылдан кейін жаңағы қыз запрос келіп тұр ғой, ох, ё. Все дедім. Андай месть это блюдо, которое подают холодным дейді ғой. И сөйлестім мен. Қалайсың, жақсы ма? Бір апта сөйлестім. 4 жыл жүрдіңдер ма не дедіңіз? 4 жыл жүрген жоқ, 4 жыл жоқ, анау сөйлес, аптаның соңында болды, ана қыз маған күйге шығуға дайын отқан қыз ғой. Сөйтіп баяғыда саған жазып едім ғой, сөйтіп, иә, осылай. Сол нәрсені қайтып бастаған келеді ма деп. Сосын ана қыз, иә, әрине, енді андай не деп жазып жатыр ғой, сөйтіп. Пошла нахер жазып жүрдім. И андай эгомды қандырдым жеңілдеп. Ана жаздым да, блокқа қойдым да, все деп. Комментарийге Рома Ред Флаг деп жазып кетейік. Боғауыз емес қой да, хрен деген да, онда, иә. Хрен деген шөп қой, салатын. Банкеге жабады. Көп боғауыз білмеймін, асфик. Рәке қазір Ред Флаг дейді ондайларды. Білесіз ба? Білем. Бізде біреу бар пока что. Екіншісі бүгінгі съемкада жоқ просто. Жоқ, менде андай болды. Мен жібермесем мен оны ұмытып кететін едім. Неге олай істеді? Адами құндылығы ретінде. Сен мысалға ертең мысалы КВН біткеннен кейін да мысалға араласпай кететін адамдар болса енді ол дұрыс емес қой. Рәкең өзі сондай екенсіз. Соңынан ответ береді екенсіз, көп адамдарға әзілдеген жаңағы Нұрболханның оқиғасы болсын, қызбен оқиға, одан жақында желіде желдей тарап жүрген бір оқиға бар. Ғалым Махамбетовтердің бір, соны сіздің аузыңыздан бір естіп көрсек, қалай болды ол жерде?
кешегі не ма иә 2010 сол астана келген Қазір кезіміз жұмысың ғой жоқ па топ Менің бересің отыра өмірімде. бересің да әуезов сияқты зерттепсің айтып қояды да микрофон түсіре салады. ана неде 2012 астана келіп жатырық қой енді соны неге бардық телерадио күні ма сондай болды да министерство сол министрлер бар журналистер бар енді Платонов тағы мен былай есімде қалғандары да енді Платоновтың өзі бар ма өзі бар Платонов болса патолог онда. и ана жақта не болып жатыр концерт болып жатыр Платонов болса платный болған шығар Пекин Палас ол кезде Пекин Палас ең в общем топовый короче не ғой паластардың бірі қонақ үй ғой Рис Карлтон бар ма ол Пекиннен кезде жоқ білмеймін ше Вообще тыңдап жатқан естимін айтайын ұйқас Мен тыңдап отырмын Раке. айта бер сол палас деді ғой жаңа қағамыз деді ма сендерден де өш алармын бір күні содан не істедік қой сендер КВН-ді де мен тыңдаған жоқсыңдар нормально ол үйрендім мен сөйтіп короче не болды мен уайымдап отырмын мен олжастан аз болып қалмасын деп ше барынша көріп жатсыз пока 25 мың неге банкетке бардық сосын жаңағыдай ғалым айтқандай әзілдеп бара жатыр не айтасың сен тойға мен шықпаймын ғой тойға саяси нәрсе қайда айтасың тойда сен не айтасың барған кезде не айтасың сөйтіп прикол ұстап кетті олар тойға шығып жүр астанада сосын бардық енді бізге жұлдыз болып жүрген әншілер ана жақта өлең айтып жатыр ана жақта ешкімді тыңдап жатқан жоқ ана ән айтып жатқан кезде қасынан бірдеңе жеп әңгіме айтып өтіп бара жатады сөйтіп біз шокпыз тұрғысын біздің кез келіп ойнап жатыр вообще ешкім қарап жатқан жоқ и саяси комментатор сол жылғы шутка хабарлады и сол әзілді шықтым енді айтып жатырмын и жай бұрылды бүйтіп и тыңдады беті бері қарады дейсіз ғой. беті бері қарады енді ана ғалым досым ғой мен жұртты деп күшті қылып айтты ғой ондай мейлі маған солай көрінді ғалым басқаша көрінген шығар бүйтіп олар олай күлмейді ғой кісілер жаңағыдай ғой мәдениетті жымию ғой шапалақтап бірақ сол концертте ондай не алған адамдардың бәрі мен ғана болған шығармын сол кезде сөйтіп біздің концерт бітті выступлениеміз бітті көрдіңдер ме аудиторияларыңды деп біз енді ол кезде астына ең келгенбіз ғой андай аналардың тамақтарын жеп көріп жүрдік қой андай ше нелер соктарын алып кетіп үйге шамалы жабайылық танытып сұры шекер көрмегенбіз толтырып сұры шекерлерді шекерді үйге алып кетіп жүрсің иә ол шекер кезде емес па? сондай шекерлермен балдар өздерін қанағаттандыратын қазіргідей емес заман дұрыс кездер ғой Шекермен ба? сұр шекер баяғыда андай 2012-де сусу болған шекерлер сұр болып әкеңдер кетеді. өйстіп отырған шығар залда сұр шекер деп түсінбей көп жер вообще көп сөйтіп айтады иә көп әзілдеріңіз кейін түсіндік деп бір не болады иә мен надоел бір демалып телевизор қарайын десем сендер шығасыңдар жүрсінерманның айтқаны бар ғой рамазан аға туралы білесіңдер ма рамазан дүйсенбіде айтқанын сәрсенбіде түсінесің дейтін сөзі бар Самғазиев емес па? кімге айтқан ғой әшірбаевқа айтыскерге сөйтіп айтқан сөзі бар екен да дүйсенбіде айтқанын сейсенбіде түсінесің деген сияқты мағынада сол сияқты болып тұр ғой енді дегенім ғой енді рамазан аға түр бермей отыра берейін ба деген көзқарас 2012-де 15-те болған адамдар бір 10 жылдан кейін уже универ бітірді жұмыс істеп жатыр ғой солда кешірім сұрап жазғандар болды инстаграмда біз ол кезде боқтадым айттым ұнамады қазір қарадым дұрыс нәрселер айтқан екенсіздер енді біздің жоспар сол болды үлкендерге Жайдарманның абайы екенсіз ғой. ой рахмет көп бірдеңе көп рахмет ана қолдап жатқандарыңызға деп рамазан аға жазады ғой еще пошли нахер жайдарман абай болғанда келесі жылдан бастап бірақ енді кетеді деп жатыр деген сыбыстар шығып жатыр ғой рас па сол Фабрицио Романо хабарлады. Мунду Here депортиво we ма go деп енді андай ғой сендер кетіп қалсаңдар қызық емес болып қалады ғой соны айтайын деп кіммен ұрысамын мысалға сол ғой про жағы не ғой тәрбиелейтін ешкім көп қалмайды нәрсе не дейсіз істеген шығармын орынды қан айналдырып тұру керек қой егер адам келсе бұл кеткенден толық кетіп қалмаймын консультант тағы бірдеңе егер енді ең тәтті жеріне келейік шығарылымның балалар оқиға айтады қазір Балалар Өте керемет. оқиғасы. Кімнен бастаймыз осы жылы айтпақшы бір қызығы вообще біз оқиғаның несін айтпаймыз тақырыбын бірден бастап кетеді биылғы маусым ерекшелігі деп қояды алдында да сондай болды дәке өзіңізден бастайық енді бір менікі сәл қызықтау әңгімесі бірақ ух ты мынау уже қатты не ғой олай не бермеші заявка Онда қызық емес мен ашып бере салайын. қызық командадан бастайық өзіңіз бір реттілігін қойып берсеңізші сен басташы Открывашка бола берейін ба? содан кейін Мен қызығырықтар кірмей кетер в общем
2012 жылдар ғой, ақыр заман болады деген жылдар ше. Ақыр заман болады, еще экспресс жеңеді. Ақыр заман главный белгілері ма? Короче, кім Сырым Исабаев бар ғой. Сырым Исабаев кино түсірмекші болған ғой. Соның кастингіне барғам ғой мен, короче. Түсірді ғой, түсірмекші болғанда. Ол емес. Ол шыққан жоқ, ол түсірілмей қалды сол күйі. Таразда ғой, мектеп оқып жүрген кезде 8 оқимын ба, 9 оқимын ба, сондай короче. Неге Тараздан бастаған ол кісі? Енді шет жақтардан бастайын деп жатқан да. Сонымен Таразда айтты, ойбай, Концерті қай жерде болды, бұл жерде бара берген ғой. Тегін залмен ба? Ұмытылмас бірдеңе деген киноның аты, короче, ұмытып қалдым же. Ұмытылып кетті ма? Ұмытылмас кино деп ұмытылып кетті ма? Сөйтіп бардық, короче, еще мен мамам апарды ғой жаққа. Мамам апарды. Менен де кішкентай балдар. Сырым Исабаевтың қасына мамалар апарады ғой балдарын. Сөйтіп барсам, андай бір қатты серьезный кастинг емес екен, короче. Сен 8 оқып жүріп соны түсініп қойдың ба? Түсінесің ғой. Кастинг қандай болады? Біздің Енді өзіміз бірақ мына жерде. туалетте отыр, кастинг. Біздің өзіміз мына жерде 15-20 адам отыр ғой, мысалы бір жобаны түсіріп. Ана жерде 3 адам отыр мысалға. Сырым ағаның өзі. Екеуі комиссия ма? Біреуі кіресің деп жаңағы спискпен реттеп жүргендер. Дәуір. Біреуі шығасың дейтін. Біреу есік болып тұр. Сөйтіп бір кезде бардық. Ойбу, режиссер жоқ қой. Киноны қалай түсіресіз? Барсақ, бірақ адам көп енді, әңгімесі жоқ. Адам көп барған. Ол, по-моему, сол Тараздың айналасындағы ауылдардан келген адамдар ма екен, может, ше. Оны қайдан естідіңдер сендер? Инстаграм. Олар концерт деп ойлап келген жоқ. шығар. Класс жетекші айтты, короче. Класс жетекші типа сен сәл-пәл харизмаң бар ғой деп білмеймін. Оны бір көрсек қалай ол харизманы? Көрсетіңіз ма? 7 жыл көріп. Харизма емес қой ол. Сүйкімсіздік дейді ол. Харри Кейн ғой. Сөйтіп, короче, сынып жетекшіміз не қылды, хабарландыру берді, сөйтті да жаңағы барып. Кімге берді? Сендерге ма? Иә, классқа берді. Классқа берді. Сөйттік та бардық. Класстан өзің бастап тұрсың көшті. Иә, бардық. Харизмасы бар. Сөйтті да бүйтіп қағаз берді, короче. Анкетаны толтырасың деді, короче. Сөйтіп енді андай не шығар десем, пустой қағаз ғой. Анкета деп дәптер берсе. Пустой қағаз берді, короче. Өзің жазып толтырады екенсің ба? Мен мынандай қаладан келдім. Осындай ауылдан келдім, осындай мынандай қатысып жатырмын деп. Қатесіз жаздың ғой тәуір. Кім боламын дейтін. Сұраймын ғой енді, не істеу керек қазір кастингте десем, барынша шынайы бол деді, короче. Барынша шынайы бол, бір андай өзінің басынан өткен бір эмоционалды бір нең, бір оқиғаң сондайды айтсайшы деді, короче. Нақты андай не бермеді ма? 7-ші класста не қылған эмоционалды. Біреу қайтыс болмаса, Екі алған кезінде қандай чувство болды? Жоқ, мынандай бір нәрсе ойна деген сияқты бір текст бірдей бермеді. Берген жоқ, вот именно. Просто өзің бір Өзі Хамой ойна кино деді ма? жазылмаған, содан кейін түсірілмей қалды ол. Содан кейін ше. Давай кино түсірейік, кастингтан бастайық. Яғни қалай еді кинокомпанияда қазіргі балалар фильм түсіретін? не ғой, Мейрам. Сол кезде бастап кеткен ба? Ол қайта көтеріліп кетті ғой. Ұнай ма? Просмотр Жақсы. жақсы. Бірдеңе жазып отырсыңдар ма сол? Сөйтті да, короче, ана жерде мен де білмеймін ғой, максимально енді есіме түсірдім ше. Сөйтіп бір қыз үшін жылағам ғой, короче, мен. Қызбен не қылғам ғой, типа бір 2 апта жүрген ба, бірдеңе. Соған айырылысып кеткенімізге типа көңілім не қылып жаңағы жылаған кездерім болған. Соны есіме аламын да ана жерде ойнаймын ғой жаңағы ше. Бір қыздар ойнап жатырмын, осындай бірдеңе деп ше. Ана қыз Не текст айттың сол кезде есіңе түсіріп көрші? Типа жылап ойнатып жатырмын ғой. Неге тастап, сондай ғой, неге тастап кеттің, неге осылайсың? Бірдеңе. Сен жаралы сезімге барғанда өтіп кететін екен. Ана қыз бетіме қарап тұрып, күліп тұр да. Мен андай ғой, кішкене актер ретінде не қылып жатырмын да. Обоюдно болса деп ше, бір-бірімізден күшті ойнатып. Екеуің бірге ойнап жатсыңдар ма? Иә, ана қыз екеуміз сыртта кішігірім дайындалдық еще онымен. Сен менің қызым болып ойнай тұршы ана жерде деп ше. Ол кезде дайындалатын едім ба? Ол қызда оңай емес. Ол кезде де өтпей қалдық. Қайта айтшы бақа жаңағы. Ол қызға да оңай емес, Диастың қызы болу дейтін. Әжептәуір жұмыс қой деймін да. Бопчы. Сөйттік тағаны түсіп болдық жаңа. Түсіп болдық. Сөйттік та результатын бірден айтамыз деді. Кешке қарай күтіңдер, кешке дейін деді. Грант қой, короче. Результатын бірден айтамыз дейді да. Ойнап болған соң жоқ. Иә. Андай басатын кнопкасы болса артқа бұрылып. Ондай жоқ ол жерде. Жоқ па? Бәке, до конца тыңдай бересіз ба? Тыңдаймын. Мен 5 жыл тыңдадым. Сөйтті да кешке дейін күттік, короче. Мен
таңғы 11-де ма выступать етіп кеттім, короче, выступать етіп. өнер көрсеттің иә. Кешке дейін күттік, сағат 7-де таман ба. Негізі жақсы деп бастады, короче. бірақ түсірмейтін болды. Список тез айтып тастады, короче. Список тез айтып тастады. Примерно 4 баланың түрін жаттап алды да. Негізі жақсы бірдеңе. Бірақ енді келесі неге қарайық сен жобаға бірдеңе. Именно Сырым Исабаев деген бүйтіп, Ол кезде күшті дүркіріп. Не қылатын сияқты. келесі болмайтын И білмедім да. сол күйі жегізіп кетті, оказывается. Ол жегізу емес, ол просто сен өзің талантыңды көрсете. 2021-де кім бар ғой, Күлпаштағы ағамыздың аты кім еді? Берік ағамыз. Берік ағамыздың да бір неге эпизодына түсіп, ол кезде де ол кісі жаман мақтап кейін аламыз деп сол күйі жегізіп кетті. Тек жеп жүрмін қазір. Сырым Исабаевтың киносына түспей қалу бір құдайдың саған берген бағына. Бұл керісінше. Бақыттым ба мен. Сізде болған ба бір кастингқа барғансыз ба кинолардың? Киноға мен театрда жұмыс істедім ғой. Айтпақшы, Екезу театрында. Екезу театрында. Ол да оңай емес, Мейрам киностудиясы. Мен 16 жасымда кірдім ғой театрға. Ол бір уақыттар бірақ дүркіреді ғой. Ол сол кезде шығар, әкең болған шығар. Екезу дүркіреді? Иә. Екезу қызы. Ол шабыт тұтты, халықаралық байқау мықты кездер болды. Сол кезде мен жұмыс істедім, ол жақта. Короче, каждый жұмысыма 1000 теңгеден берсе ол кезде мен өте көп ақша алу керек едім ше. Себебі киім үтіктеймін, аяқ киім тазалаймын, свет қоямын, музыка қосамын, аппарат. Ең кішкентай менмін ғой. Екі езудің бір езуін сіз апараспайсыз ше. Бәрін істейтін болдым ғой. И маған қатты ұнайтын болды. Мен 16-5 жаңағыдай ғой, студенттік кез ғой. Бірінші курста, ко мне студенттер болып жатыр ғой. Бірінші курста 1000 теңгеге өмір сүрдім. Студент кезде 1000 теңгеге. Қай жылдар ол? Ол 2007. 2007-2008. 1000 теңге общак жатамыз. 5000 теңге бар. 1000 теңге продуктіге, 1000 теңге жаңа проезд ауылға барып қайтасың қандашқа. Сосын қаланың ішінде 400 теңге деймін ақша алады, соны бір айға жеткізу керексің, короче. Былай жүре 400 беру. теңгені бір айға жеткізу керек. Енді қалтаңда қалатыны сол, короче. Артық қалатыны ғой. Артық қалатыны сондай болды. Екінші курста 4000 теңге болды уже. Үшінші курста жұмысқа кірдім, 16500 алатын. Ойлан мен қандай не болды. Өте көп менде ақша. Таксимен жүріп көрдім, тағы басқа деген сияқты. Қалай екен? Таксимен жүріп көрдім. Таксимен жүрген қалай екен? Вообще күшті болды. Театрда, именно театрда куколный ойнадым, ит болып ойнадым, сиыр болып ойнадым. Короче, бәрі не жұмыс береді, бәрі ғой. Ноутбукта мысалға сиыр болып шығасың да, таңертең кешке дейін ғой. Мөмө деп қоясың. Сиырға сен денең келмейді ғой. И 3 куртка кигізеді үстіме. Маңырап И анау шасыз. сыртынан губка жабылған ғой еще. И сен ойланып, Шынымен мөңірейді екенсіз ғой. мөңірейсің. И балдар ғой оқушы, құйрығынан тартады да Тибет кім екенін көре алмайсың, тек көзіңе өсіп. Аниматорсыз ғой. Аниматор вообще. И Сиыр болсаңыз точно құйрықтан тартып отырмын олар. Яқтадым болған жоқ. Ит болдым, короче, бәрі болып жұмыс жасадым. Ауылдарға Ит болып гастрольдерге. жұмыс істедіңіз ба? Ит болып жұмыс істедім. И маған қатты тәжірибе. Ауылда бір ауылда есімде қалды. Еще неде тұрам, ходта тұрам билет жыртып. Ойла, ауылдарға барасың ғой, ауылда 7-ге сиыр. Сиыр жыртып тұра ма? Короче, маңырап тұр мен жыртып. Сен емізіп кеткен болса мен еміздім ғой. И ана ходта тұрасың ғой, ауылда сағат 7-ге концерт қойып қоясың. 7-де только біз ол ауылға кіріп атамыз. 9-да біз адам жібереміз. Мал келеді, ужин ішеді. Сөйтіп 11-11:30-да концерт. Олардың ужинын істеймін десеңіз. Малын күтіп алам. 7-дегі концертті 11-де бастайсыз. 11:30-да бастаймыз. Еще бізге редактура кешігесіңдер үйреншісіздер. Халық қой кешігеді, мен сол кезде кешігуіме проблема. И бір ауылда бүйткен жігіттер келеді ғой енді. Концертке келеді ғой, кіріп кеткісі келеді да. Мен ходта кіргізбей көрекпін енді. Мен енді ести аламын мен. Күзетшінің қызметінде атқардыңыз, бәрі security. Бүкіл ойшым бар ғой. Пол жудыңыз. Енді пол жуған жоқ, или пол жудым ба даже. И бәрін істейтін болдым ғой. Есектің артында жүріпсіз ғой, значит. Бір адам билетпен келді. Ходта тұрған кезде ғой. Енді кіріп кету керек, ауылда әртүрлі ход. Біреу пойыздың билетімен келіп тұр ғой. Бүйтіп бірақ пойыздың ғой деп. Еще ана білдіреді. Ақтөбе ғой қандай ашық. Общий вагон ғой. Пойыз ба не дейді? Үсті деймін, үсті. Балкон.
кіргізіп жібердім оны. Содан екен ғой бізден ход сұрай беретініңіз. Детский травма ғой мына жігіттер. Андай бір оқиға болды, ұзақ оқиға, енді айтып берейін. Бірінші рет тарихта спектакль қойды екеуі. Мүсіреповтен Чуздан Сағызбай Қарабалин деген режиссер келді. И мен актер жоқ, мен ең жасымын ғой іште. Оның бір актерлық шеберлігім күштіліктен емес, адам жоқ, енді маған тапсырылды. И роль алдым. Түсіндік рәке. Саяси комментатор болып шығып келдіңіз да. И сол кезде роль жаттадым, 89 бет жаттадым. Спектакль ойнадым, 89 бет жаттадым. Ё-мо, не, главный рольсіз ба не? Короче, главный рольдердің бірімін. Просто бүкіл күн жаттап алған. Бірінші сөзді ең қызығы, ең бірінші сахна ашылады ғой, мен бастаймын. Ләйла деп Ләйла, ерте ашып жібердің. Ләйла, жүре болсын сұлтан қыз бір да. андай не ненің бір қызға ғашық жігіттің рөлін ойнадым. Мен қызбен жүріп көрмегенмін вообще. Анан артынан жүгіріп. Мені шақырмадыңыз ба? Ләйла, қатты бір біте ма бірде? И анау шықпайды роль. Анау жақсы қыз, екінші оппонент жан актриса. Сіз шығаруға тырыстыңыз ба еще? Рольді, енді режиссер сенен талап етеді ғой орада. Ястан Жылап аямашыңыз қыз жақсы Жылап ойнап ойнатасыз тұрсыз ғой. Қыз жақсы ойнап тұр, иә. И ана ашуланып кетеді ғой, тартып алады. Мен сонда вообще ұнамаймын ба не саған дейді, короче, қыз ретінде. Анау тым жақсы. Мен айтамын, мен түсінбеймін алмайын саған деп сөйтіп андай рольді. Жоқ, мен қарапайым жігітпін деп. Сен үш рет істегеніңше. Короче, Үшеуі шығар, может, білмейсің. режиссер енді таңнан кешке дейін ғой, короче, режиссер сені итің шығарады ғой. Екі-ақ қол емес па адамда? 5:32-де маньяк, главный маньяк болады, білесіңдер ма? Иә. Сол кісі Сағызбай Қарабалин деген режиссер сол. Болды. О, мен серьезный жерде істедім жігіттер, короче. И Оразан кезі болды да. Сол кісі әзіл Ысқақ театрына не болып отыр ма, бірақ? Ол жоқ, ғажайыптың қазынасы, я сатиралық не болды, ол андай. Ғажайыптың қазынасы. Немесе қазақша күрес. Күлмеңдер, ол Сұлтан Балғабаев деген ол режиссер, бірінші қазақ құрылтайын басқарған, очень мықты кісі ол. Жазушы, драматург. Құрылтай болса онда. Сол кісінің несі болды. Дайындалдық. Осын уже бірінші бір апта читка деген болады. Тек шаттайсың. Екінші апта жеке қойылады. Үшінші апта уже реквизитпен бәрімен дайындаласың да. Оразан кезі жаз ғой. Гемпрогон ғой, реквизитпен. Көрген жоқсыңдар ғой, реквизитпен. Формамен. Ол жақта реально болады реквизит. Айтқан нәрсесі бола ма? Болады. И не болады. Енді қақырып келеді. Күн заны сөйлейсің ғой. Иә, түкіргің келеді. Енді сахна Оразан кезі мен түсіндім. Түкіріп кетіп қалмайсыз ба? Жоқ, болмайды ғой. Оразанның кезінде болып отыр, иә? Сахнаға түкіре алмаймын. Гримерка өте төмен түсу керексің да, ана жақта. Сол жақта ғана раковина бар. Енді ол дұрыс емес. Ана жақта режиссер сені күтіп тұрмайды ғой, ол дейтін жүреді. Сосын бір пакет тауып алдым осындай. Үлкен пакет. Сосын күні бойы сол жаққа түкірдім, жаңағыдай істеп жүрдім. И оны мен ана Көл болып кетті ма сосын ана? короче, неге тығып тастадым? Трубалардың арасына, что біреу тиіп кетпесін. Оны тауып алу мүмкін емес жерге тұрып тастадым. Кешкі 5-тегі неде полный реквизитпен дайындық. Сосын ойнап жатырық. И бір кезде бір актеріміз үлкен кісі каскасын ұмытып кеткен ғой. Касканы ұмытып кеткен. Басына пакет киіп шығып тұр ғой. Ё-ма, мен вообще ойында ештеңе жоқ. Ойнап жатыр. Каскаға түкіру керек едіңіз ғой сіз негізі. И бір кезде 20 минутта киіп жүреді. Режиссер ұрсады ғой реквизитіңді ұмытып кеткен болсаң. Тоқтатады. Ана бағынды керек та. Сөйтті да шамалы пакет шешіп тастады. И басы әппақ. Ол терлеу жүзінде ойлап отыр. Былай істей береді. Бұл сәл қоюлау болатын еді ғой. Мен қасында біз екінші планда отырдық та, олар бірінші планда ойнап отырсын. Қаралпастан келген актер кісі болды бізде. Акцентпен сөйтті, шамалы сөйтті. Қара, сен қақырыңды басына киіп алыпты дейді. Басы қарасам әппақ қой. Қақырыңды басына көтеріп жатыр. Ана уже басына түкіре бердіңіз, иә? Болды, анау ұят болды ше. Бірақ мен әдейі істеген жоқпын ғой енді. Ана кісі білді да мені қуды ғой. Хотя беседка бар еді, ортада мен жаспын ғой. Бүгінгі футболдағыдай емес, скоростың. Секіріп қашып жүрмін, мен қуып жүр, бақтап жатыр. Мен де қарсы айтуға ыңғайсызданамын. Бірақ та мен де қатты кінәлі емеспін, себебі дейтін ана жақта тұрған зат қой. Қуды жете алған жоқ. Сосын басын неге мұздай суға жуып келді. Енді қайтып спектакль жалғастырамыз. Бастадық. Жалғасып жатыр. Ойнап жатамыз. Жаңағы кісі сөйлейді ғой. Бүткілі шыдай алмай күліп қояды. И анау қайтта мені қуады, короче. И осылай 3 рет болды.
Үшіншісінде енді режиссер серьезный ғой жаңағы назорға айқайлайды жаңағыдай Маньяк болып мұрты бар айқайлады ма? мойынды күлмеңдер дейтін мұрты осы айтты ғой короче стоп. В общем бүгінгі репетиция бітті деді ғой қорыңдар бар дейді. ғажайыпты қуған банда деген сияқты болыпты. Вообще болмаған екен. ұялам бірақ та енді сондай бір келеңсіз Қызық болыпты. А пакетке білесің ба неде? Бешбақта ғой. Бешбақта КВН ойнап отыр сөйтсек. жақында ма? Қазір ойнай беретін болып сондай ойындардың бәрін. өтпей қалған жоқсың полуфиналға. Сөйтіп ояқта короче бір бала андай немен шығу керек болған ғой. Типа екі қабат әйел ойнау керек болған ғой короче. Сөйтіп шеттен шығып келе жатыр дейді. Бірақ алдын көрсетпейді да, артымен шығып келеді сахнаға. Анау тентек болып қалған бала алдыға қарап ойнамай ма деп тұр ғой енді. Жан деп мынаяқтан еркек болып ойнап отыр да сөйтсе ала тұрып бүйтіп бұрылады. Сөйтсе бұрылса шар ішіне сыймай қалған ғой мынаның ше. Шарды бүйтіп ұстап алып шыққан ғой бүйтіп. Осындай қызық болған да. Оларды ұттыңдар ма? А? Ұттыңдар ма? Маған командасы, Ернардың командасы. Ояқта двухкратный чемпион болғанбыз екеуміз. Аллаға шүкір деп айтайын. Содан кейін ештеңе ұтпадық. Примерка бар ғой бірақ да. Иә, примерка бар. Мынаяқта примерка ұтпағандар да бар. Ол жаққа кетпейік та жігіттерге просто. Келесі жаңа Сытқы қоятын сияқты болды. қанша адам айтып қойды оқиғасын. Диастың оқиғасы болды, керемет. Тағы бір жиіркенішті оқиға болды. Егер қалмасаңдар қайтса. Өте күшті. Ана, елесі бірақ күшті кешіріңіздер екен. мен ол кісіден шын көріп отқан болса енді менің де қателігім. Бірақ театрда реквизиттерін ұмытпаңдар. Ол Ол кісі неге каскының орнына пакет киген? енді не бұл жерде заман ауыр түсіндіру болған. керексіз реквизит бар екен мына лақтыратын мына жақта, сода болу керек та ол дейтін. Геймпрагын көрмегенбіз ғой просто. Тапқыр тышқан деген спектакльде иттің рөлін ойнар. Аттары бір. Қалай? Тапқыр тышқан. Тышқан болды. Тышқан главный ғой мен. Тапқыр тышқан. Бір жер тауып тышқан ғой. Түкірген тышқан. Вообще қызық, өте қызық. Ол не туралы тапқыр тышқан деген? Бір умный тышқан туралы ғой. Рататуй емес па? Жираф туралы болса. Рататуй содан ұрлаған шығар. Может. Мықты нұрлы жатқан сатирик жазушы ғой, драматург, сол кісі жазған. Енді маған ол кез үшін ол өте қатты қызық болды. Бәрекелді кірпі деген сияқты ғой, иә. Сондай ғой, 2009-да болды ғой бірақ тапқыр тышқан. Бізде алдында Рауана мен Лаураның шығарылымында. Иә, өте қызық шығарым болды айтпақшы. Бірақ астендердің ол кезде дұрыс не естемадық қой. Оқиғасы. Қызға қатысты болсын, басқаға қатысты болсын. Сол енді осы жолы бір жақсы бір оқиғасынан. Асеке өзіңіз енді. Мен ба? Уақытыңыз келіп қалды. Менікі диастікіндей қызық емес қатты. Сразу Несін айтып жаңағы? қатты көп нәрсе күтіп қалмаңыздар. Балалық шақ аяқта емес, просто көрсетіп кетейін тұрсын ба? Айтып кетейін деп отырмын. Балалар енді түсіп жатыр еді. Ранке маңдай бар ғой ішім. Әдемі ойнадың ғой сен. Одан артық қандай не болуы мүмкін енді. Оқиғаның тақырыбы болса. Балалық шаққа саяхат. Әдемі, әдемі. Жаңа спектакльдің біреуіне қоятын екен. Тапқыр тышқан. Сол тапқыр тышқанға келеді менікі. Тапқыр тышқан дүйсенбі, балалық шақтағы саяхат. Сейсенбі деген сияқты. Мен бір 5-тен ба 6-дан ба сондай жастамын ғой. 5-тесің. 5-тен. 5-тен біздің үйдің есігінің алдында жүзім өседі. Күшті болып жүзім өседі. Жүзім пісетін уақыт болған. Күз дейді оны. Тамызда піседі. Қысқан. Қойшы сондай ма? Тамыз дейтін. Құдай ақ айтады. Тамызда піседі. Тамыз дейді оны. Күзде енді ол дамский пальчики сындылар піседі ғой. Сөйтіп ананы жүзімді жейін десең, жей алмайсың, ұрлап жейсің, мамадан ұрыс естіп таяқ жеп қаласың. Өз үйіңнен өзің ұрлап жейсің, иә? Енді қызық қой. Жүзім жейсің, таяқ жейсің. Күшті жүзім. Сонымен мен сүндетке отырдым сол тамыз айында, сол кезде. Ақша береді ғой сүндетке отырған кезде. Жүзім алдың ма? Жүзім ал деген. 100 мың берді. 100 мың берем сен жүзім дедің ба? Сонымен тиендер көп болды да, мамалар жұмыста болды, мен тез қылып айтып отырмын андай. Үйде қасында 2 ағам бар. Олар телевизор көріп отыр, мен жатырмын просто. 50 теңгені алып ойнап отқам, аузыма салып. Жұтып қоямын ғой. Өзім шошып кетемін да. Ойланып отырып қаламын, братандарға айтамын, ағаларыма. Олар шошиды. Мама келген кезде мамаға айтуға қорқып жүр көреді олар. Шенеунік болатындай жігітсің ғой, ақша жейтін деген сияқты ғой, типа. Осыны. Саясатын өздеріңе бағып. Осылай өтеді тап просто полфиналда. Мама кеп шошиды да, сонымен скорыйға звондайды. Скорый кеп, біз ештеңе істей алмаймыз деді.
тек тамақ бере бересің. шат жоқ деп. ештеңе істемей ақшаны шығару үшін пин кодты білу керек. жаңа ақшаны ішінде жинай бер десе ше депозитта ше О өліп қалса құлыптасқа асфендер қасым Теңгебай. по-любому өлетін шығар. 50 теңге жұттым дейсің ба 50 теңге ғой, кішкентай. қой 50 теңге нормально ғой 50 теңге 5 жасқа. сен тамағың Жақсы базар кетеді. жоқ. Короче, ол тұншығып қалу керек негізі дейді ғой. Негізі ол кетіп қалу керек дейді, неғып бітеліп ше. тамағың жыртылып қалған ғой сен Ақша жегеннің бәрі тұншыға бермейді ғой қазір. Енді шетелде демалып кетуі мүмкін болса. Сондай ғой. Ана теңге былай. Жоса оны нанмен бірдеңемен жедің ба? Бітеліп өт дегенде, короче, қырымен кеткен. сары маймен жеген ғой Былай ма? Сонымен не бар үйде тамақ бәрін беріңдер, короче. Көп тамақ ішу керек, итеп тастау керек дейді бағарай. Сонымен жүзім деген алдымда иіліп тұр ғой. Же деп ұрып жатыр мама тағы да. Мен жемеймін деймін, короче. жүзім жанынан өтіп жатыр ма 2 күннен кейін ба почему-то сондай нәрселер кеш шығады мына кездерде. 2 күнде ма жететін ғой? өзі 50 теңге 2 күнге жететін еді ғой. Жоқ, 50 теңгені 5 теңгеден. сдача сатып Давай 30 теңге шықты. Сен оны шығармау керек еді қазір білесің ба ол өсіп сенмен бірге Сақтап доллар жұту керек еді ол кезде. Биткоин жұту. Ондай болғанда деп отырмын да. Жақсы ғой, жақсы. Сонымен күнде ағам мен қасымда жүреді, сабаққа бармайды даже. Сабақ жоқ қой тамызда. Соны күтіп жүр ғой үшін. Мама звондайды ағама, домашний телефонға звондайды, жұмыстан шықты ма? Жоқ да. Шықты ма деген салт Шықты ма бар ғой. деген. Шықты ма дейді, жоқ дейді. 5 жасында 2 болғанда күннен кейін отырдым, далаға отырдым. Ұлы сөзде ат жоқ, 5 жаста енді ұялмайсың ғой. жиіркенішті передача Түкіріктен хуже кетіп бара жатыр. сол мен Баланыкі қатты жиіркенішті емес па? Бесте. сонда да 5-те де Сүйкімді бала ол кезде. ей Қой, уың төкпе. Сөйтіп шықты бір күні. Ағам оны қарайды всегда, тексеріп шыққаннан кейін. Бір тексеріп ашып арасы. шықты ма Шыңғыр деп түсті ма? Шыңғыр. Білінбей кетті ол. Молодец, ақша табатын бала біз. Үйдегі ақша табар осы. Жоқ, ақша таптық. 50 теңге шықты бірден 50 теңгенің құны түсіп кетті сол жерде деген қалай жақсы Ол созылмалы болады ғой жер. Созылма. 50 теңге ба? короче 50 теңге туып тастадың ғой братанға Ағам екеуміз алып, мектептің артынан жуып, одеколон көп сеуіп, Тағы жұттым. қайтам ба? Ағам шықты да. Магазинге барып, 2 мороженое алып, жеген история. Өмірімдегі ең бақыт сәттердің біреуі. Оқтан шыққан ақшаға тәтті нәрсе жедіңдер ма? Енді баланс болу керек қой. Баланс болу керек қой. Тапқыр асфендер. Иә, тапқыр тышқан. Дегенге айтқаным ғой енді бұны. Мына тақырып сенің оқиғаң көбірек келеді екен. Осында осы ғой, жиіркенішті болса да өзіме қызық, ыстық. Ыстықтай ба? Өзіме ыстық, өзіме өліп қалың. қалуымда мүмкін еді ол жерде. Ыстықтай шыққан история екен. абыройсыздық қой 50 теңгеден өліп қалды Баламыз ғой ол кезде дей берсең. Одан кейін ондай оқиға болмады ма ше? Одан кейін вообще ақша жеген жоқ. Құдайға шүкір, жеме ақша ғой. жеу керек еді сол Неге? осы кезде нормально жерде жүрдің деген сияқты Хорошо. Рәке, сізде осындай ақша жұту туралы десе ақшаға қатысты, ақшаға қатысты бірақ сізде жұтатын да ақша болмады ғой, өзі 400 теңге. қиындық қой оны жұтқызбайсың ғой ол кезде ақшаға қатысты 16 мың кезінде жұтқан шығарсың, может. Таксимен жұтып көре ма бір? 16 мың алған кезде жігіттер қандай бақыт екен білесіңдер ма? ана неде бірінші курста как раз кризистің кезі ғой біз сондай бірдегі Кризис деген нәрсе Ол да сол Вообще 2012-лерде болды емес пе? жетіде бірінші басталды Кризис біткен жоқ ғой әлі. әрине сезіледі 2007-де студенттің бәрі қара кризис 4 бала тұрамыз ғой бөлмеде 1000 теңгеден тастаймыз 4000 теңге шемішкі май 750 теңге 2 шемішкі май алсаң 1000 теңге кетіп қалады да уже короче сенің 40% бюджетің кетеді ғой о шемішкі май сушняк ішпесеңіздерші енді бір айға сен тамақ жеу керексің ғой и философия сабақ болып жатады ғой біздің общагин балдар үшін ол трагедия ғой енді отырып сосын апай лекцияны ерте өтіріп тастады айтады да бір не қалай өтіп жатыр студенттік кездерің соны бөлісіп отырсаңдар и бәрінен бірінші мен ойбай апа естідіңіз ба шемішкі май 750 теңге болды
бүткіл группа жарылып жатыр. Маған ол реально андай қиындық шы. Сондай не болды? Нәубеттен кітапта описывать етеді ғой. Реально балдарда біздің бөлме солай қиын тұрдық па білмеймін. Балдардың тісі босап кетті ғой. Анда аштықтан ше бульон болды. Босанған жоқ па балалар? Бульон салып соны айналдырып іше бересің, короче. Тамақты ауыздарыңызға істей беретіндіңіздер сразу. Жоқ, неде андай не вот дуп деген дыбыс естісең общагіде далаға жүгіретін едік сразу. 5-ші жазда қыздар тұрады ғой. Пакетті неге далаға қоқпады етті. Халдин жоқ қой. Пакет қатқан кезде үзіліп түседі. И біреу жүгіріп барады, әкеліп тығып тастайды, короче. Сол кезде Жарыс болушы ма бірінші алғанға, иә? Бірінші алу керек, иә? 5 кило, иә, иттің рөлі сол кезде жақсы көмектестім. Содан үйрендім ғой мен иттік жасап. 5 килограмм итті бірден асып тастайсың, оны жай-жай шығару болмайды ғой полево. Түнде ана бәрі ұйықтаған күтесің, сосын. Сол қыздардан да бір кешірім сұрақ қойыңыз. Кешірім сұраймын. Кешірім сұрата берсін. Енді Нұржанның оқиғасын тыңдайық. Нұржан жабады оқиғаны бізде. Ең қызық история әрдайым Нұржанда болған, бола береді де. Ал, тыңдайық. Сіз неге бізді закрывашқа қоймайсыз қазір көрсетеді өзі? Микрофон қойын. В общем, барлығымыз біткен шығамыз десе. Шапалақ ұрғызасың, да? Диастың кастингке бардық дегені бар ма? Соған деп. Соған есіме түсті да, соны айтып берейін да бұнда. Осы 2019 жылы КВН бастап енді ойнап жүріп қой, Алматыда нормально ойнап жатырық. Сөйтеміз да 7-ші каналдан бастық. 7-ші каналда Астана емес, Алматы. 7-ші каналда бастық боламын дейтін фильм, сериал шығатын еді ғой. Соның 3-ші сезонын, кәдімгі 3 сезон ұрып келатыр олар, күшті келатыр. Ака сендер бармайынша. Айтып беремін қазір. Ол кезде шынымен жақсы просмотрлар. Күшті өтті, ауылдағының барлығы сүйіп көретін, мен де көретін. Сөйтіп жүріп. Ол сен үшін өте үлкен дәреже. Өте үлкен дәреже. Ол жерде еще кім Жайдарманнан Әдөн ойнайды. Әдөн ойнайды, тағы да Әділхан Орынбай, апорт Жайдарман тобы. Менің жетекшілері. Жақсы. Қуат Жан ағамыз ойнайды КВН-нен. Ардақ Кенже ағамыз ойнайды. Иә. Сосын Алматыдағы тағы да бір командалар, Наматтағы балалар ойнап жүрді. Көгиттер. Иә, Көгиттер дейтін өзінің бір. Ковид деген сияқты екен, персонаждары бар, балалар. И Алматыдағы КВНщиктер ойнайды да сода. И соны көріп біз значит бізге де ойнап көруге болады ғой ол жерде деп. Сөйтіп жаңа сезоны басталды, 4-ші сезоны. Резервпе алдым өзім. Ja, бір-екі кеми қалған ғой актерлар. Соның орнына актер іздеп жатыр екен. Сөйтіп біз кастинг екен оқып қаламыз бір жерден. Сөйтеміз, давай төртеуміз барайық дедік. Ернар, Диас, Ерлан төртеуміз. Қандай рөлге барасыздар? Жаңа Көгиттер дейтін жаңағы ауылдың бұзақыларын ауылдың бұзақыларын ойнайтынға. Сөйтеміз да кастингқа барамыз. Барып, жаңағыдай текст берді бізге. Ол кезде кәдімгідей текст береді, сенкінде емес. Текст берді, төртеуміз тақылдап жаттап отыр, анақта сыртта отыр. Сосын бір-бірімізден ойнатып жатырық қой. Сөйттік та тақылдатып кірдік сосын. Сыртта отқанбыз, күн болып кетті ғой. Ішке кірейік дедік, іште отырып дайындалып отсақ, соның жаңағы продюсері, идея автор, жаңағы Ерлан Қасымжанұлы деген ағамыз бар ғой. Сол кісі Назарбаевтың дауысын сатын. Танимын. Редактор болған ғой сол кісілерге. Ортада. Сол кісі бүйтіп өтіп кетті да, үстіге кабинетіне кіріп кетті өзінің. Сөйтіп жаттап отырық. Бір кезде ақырын түсті да, жігіттер сценарий жаза аласыңдар ма деді ғой бізге. Оказывается, ана жерде вакансия көп екен өнерде. Біз актер болуға барып отырық қой. Сөйтіп та, жаза аламыз дедік. Бұған дейін не жазғансыңдар деді. Ой, КВН ойнап жатыр, осындай Алматыда үйсті ойнап жатыр. Пока что вышкаға барған жазғанбыз, наштықын жазғанбыз. Сосын бір-екі каналға тағы бір-екі нәрселер жазғам, соларды айтып жатыр. Жарайды онда, үстіге шықсаңдар онда деді. Все хорошо деді. Одан барып, Ердос ағамыз келіп кетті. В общем, сценарист керек болып жатыр. Жазаласыңдар ма, сенуге бола ма сендерге? Давай дедік, біз бірден. Ердос ағамыз да сценаристердің бірі, иә? Иә. Сөйттік та, ол жаққа сценарист болып кіріп алдық қой біз. Айта кететін нәрсе, бастық боламын 4 маусымнан біткен айтпақшы. Сценарий нашарлықтан.
сөйттік та сценарий жағынан жақсы болдық біз. Ол жақсы мақтады. Балдар ойната алмады ма, білмеймін аяқта. Сөйттік та сценариймен ғана шектеліп қалмаңдар, біз сендермен дальше жұмыс істейік деді та, ол кісі бізді администратор қылып алды. Яғни жаңағы Неге? Площадкаға. сіздіңкіне келіп жатыр жай екі жұмыс көп істедік нәрсе қой. істейтін Иә. нәрсе. көк иттер тоже ит ойнаған. Сөйтті да бізге айтқан болатын. Екі жұмыс. Сөйтіп айтты бізге. Ой, администратор бізге күшті болып естіліп тұрған. Администратор шікірейіп жүретін шығармыз деп ойлап тұрық қой. Администратор. Бізге сөйтіп айтты ғой еді. Администратор не істейді өзі деп сұраймыз ғой. Сөйтсек, ой, оп-оңай. Официанттардың үстінен қарайды дедім. О, оп-оңай. Барасың, рацияларын таратасың. Рет келсе жаңағыдай не өшеді андай машиналарды тоқтатып съемка кезінде тыныш деп жүресіңдер, болды сол ғана деді. Сөйттік та біз да оп-оңай жұмыс екен. Сценарий бітіріп қойдыңдар. Иә, бітіріп қойдық. Енді съемкаға кетіп бара жатырмыз. Сөйттік тағын съемкаға кіріп кеттік. И мен администраторлардың бәрін бөлді бүйтіп. Диас машиналарға жауап беретін администратор болды. Жаңағыдай машина керек болып қалса, Диас машина табады. Өйткені ол Машина шығарамын ғой. Диас машина. Ернар Өтірік болса да әдемі. Ернар неге жауап береді? Өз-өзіне. Өз-өзіне жауап. Артық сөз айтпауға. Ернар актерларды алып кету, апару сондайға жауап береді. Ештеңеге жауап бере алмағаннан кейін 2 аптадан кейін жұмыстан шығып кетті ғой. Ерлан локацияларға жауап береді. Мен андай бірақ локациялар көбіне Ернарға жауап бересің. сәл ұқсайды. Мен қазір айтамын Ернар. Мен андай малдарға жауап анадай. Енді әркімге өз тілін түсінетін нәрселерді берген. Малды табу керек. Мысық, жаңағыдай сиыр түсетін болса, мен соған жауап беремін. Сөйтеміз да сиыр керек қой, бірақ әкеңге звондаған жоқсың. Рәке ит керек болды, ит керек. мысықтан читка алып отырсың да, давай ал. сөйтеміз да Рәке қазір календарь бір мысық тапшы деді ғой маған. Болды дедім да. Итсос бар, мысық тапшы. сөйттім да Манас бірден шақырдың Манас сөйттім да бір орыс апаның үйінен мысық көріп қалдым ғой. сөйтем да ападан сұраймын, апа бірақ жерге түседі. Орысша сұрадың ба? Орысша сұрап отырмын ғой бәрі. Орысша тілімді сындырып дей салайын. Извините, қалай? Жоқ, сөйтем да апа керек болып тұр, өтініш деп. Апа жоқ, бұл қымбат. Котыңызды бересіз ба деді. Саладағы котыңыз. Бұл қымбат дейді ғой. Бұл қымбат, мен саған бере алмаймын. Ол үшін қымбат па или жалпы? Жалпы ана пародасы сұмдық ананың ше. Оны бергісі келмей тұр. Пародия. Бройлер. Қораз қыз жерге. Пародиясынан гөрі пародиясын бер, айта бар. Тез өз редактора жасап алдым ше. Сөйттім да ана апаға жалынып жатып, ана аппақ мысығын сұрап аламын ғой. Сөйтем да жалынып жатып. Апарып берем. Олар тұрады да бір сахна түсіреді. Келесі сахнада мысықты бүйтіп жібере салады олар. Мен айтамын, оны жібермеңдер деймін. Мияқта мен ұстай алмаймын қазір. Жетті, оп-оңай болады, ұстау оңай болады. Жабайы мысық па? Жоқ, енді Үйде қандай жауап. Қашады ғой барын. Ұстатпайды деген айтып. Просто енді бөтен жерге барады. Өз-өзін ұстай алмайтын мысық шығар. Өз-өзін жауап бермейтін. айтам ғой, енді мен ұстай алмай қаламын қазір. Сендерге мақұл ғой, сендер түсіре бересіңдер деп. Сөйттім да, жоқ, ол спокойно, бәріміз көмектесеміз деді. Сөйтті да, ана мысықты ойнатып жатыр, бүйтті, жібере салды ғой. Сөйтті, не болады деді, короче. Түспей қалды. Иә, түспей қалды анау. Нұржан алып кел деді, короче. Анау бүйтіп ағаштардың арасына кіріп кетеді ғой. Соны жарты сағат іздедім ше. Сөйтіп мақұл барып таппай қойдым. Мен таба алмадым, мен енді айттым ғой, мен сендерге түсіндіріп айттым. Ол кісілер айтты, жарайды енді бірдеңе қылып ойнатып жібереміз деді. Все хорошо деп. Сол кезде қуандым. Әжені қалай ойнатасың қазір? Сол ойлады ғой. Сөйтіп әжеге барайын десем, бет жоқ. Қаралы хабармен барып дейсің. Мысығы жоғалғанды естірту. Әжеге қалай айтам деп жүрмін ғой. Ақырын барып үй жағын барып аңдимын ғой. Может үйіне келген шығар деп. Ақырын бейіп үйіне кіріп көрем. Жан-жан қарайым. Апа үйде әзірге жоқ сияқты ше. Сөйтіп ары қарайым, бері қарайым. Бір күн өтеді. Ешектің астына қарайсың. Бір күн өтеді. Апа жаққа барам. Апа что-то үндемейді. Жоқ. 2 күн барады. Оны 1 апта өтіп кетті. Мен де ұмытып кеттім соны. Сөйтіп апа жаққа барам ғой. Апа жаққа барып енді айтайын деймін ғой. Осындай болып қалды. Если что, үйге келген болсаңыз, то есть үйге келген болса, осындай нәрсе болып еді, жіберіп алдық, кешірім сұраймын деп
кешірім сұрауға бардым Маған негізі. бәрін орысша айтып отырсың ба? Жоқ сондай ниетте баратырмын. Ниетің қазақша. Сөйтіп айтайын деп баратырмын. орысша проектке барып айтса бауырым. Дайындалып баратырмын. Сөйтіп есігін боламын біз бастық боламын біз. сөйтсем ана апа көшіп кеткен ғой. Мысықсыз ба? Уақытында көшкен ба? Білмеймін. Сол күйі апа жоқ, короче, көшіп кеткен ауылдан. Сол ападан кешірім сұрап Негізі осы сериалда ше форс-мажор деген көп болған ғой. Ең патологы андай ғой. Форс-мажор не сен? Күшті сөзі. Неде Талдықорған деген арка бар ғой енді қалаға мажор кіретін кезде. боламасаң форс-мажорды ғана білесің ғой. Бопты. Оның астында сөмкісі істеу керек болғанбыз ғой, короче. Сөйтті костюм ваген бәрі тұр, костюм ваген. Костюм ваген нелер бәрі тұр жаңағы. Бәрін маған неғып үйретіп Сөйттік та сценарийін жазып жатырық. Мына жерде распечатка шығарып актерға береді. Актер оқиды, дайындалады, түсіреміз. Осындай Сразу ма? сразу осындай. Ыстық күйінде ойнады ғой. Ыстық пирожки қылып. Екеуі де бәрі серьезно. Сценарий алдын ала. Осындай нәрселер болған. Екезу легенда ғой. Сондай қызық болған. деп жатқан ғой. Жақсы. Қызық екен. Тұрайық онда. Жоқ, Рәкең вообще оқиға айтпады ғой әлі. Әлі айтпады Рәкең. Қалай айтпады, мен еще айтпадым. Дайындап келген бір оқиғаңыз бар шығар, Рәке? Мен дайындаған жоқпын. Әңгімелесіп отырамыз дедім. Иә, солай. Болмаса бесеуміз отырып қазір Рауана мен кімнің Лаураның алдыңғы несін көріп тастайық. Менде бір ұсыныс бар. Аха. Рәкең бір уағыз айтып жіберсе деп отырмын соңында. Андай TikTok аты кететін деймін. Рәкең, уағыз емес Уағыз енді. емес андай Иә. идеологиялық. Рәкеңнің нелерін білесіңдер ғой, TikTokта, Instagramда хит болатын. Сөздерін? Жайдарман шығу оңай емес. Сен Иә. таксимен жүре алмайсың, автобусқа кетсең. Соны бір қайтадан айтып жіберсеңіз. Жаңа автобустан көріп қалдық қой сізді. Сол сияқты. Қандай сондай бір. Не он? Негізі ше, ол бекер айттыңыз сол сөзді. Неге? Мен ол вообще кетіп қалдым ғой, автобус вообще мінбеймін. Тек таксимен жүрем дейсің. Тек жаяу жүрем қазір. Тек таксимен жүреді. 16 мың алады ғой. Сізді бір жайдарманшы екеніңізді бір ыңғайсыз жерде танып қалған, немесе бір білмеймін бір сондай. Туалетке барып вокзалдың ғой, короче. Сен жайдарман недегі КВН-дегі болып емеспін ба? Бүйтіп қарап тұр. Кіре бер, тегін. Қасында бала жарылып жатыр, Как будто 20 мың тұра маған. Ол кезде деймін да, асвик болса да кіре беретін еді. Шыққан соң төлесе еді. Жоқ, тастап кетеміз өрге дейді. Тастап кетеміз дейді. Бірақ ол жерде ол кісінің көңілі күшті ғой. Бірақ урнаға отырмаймын, бірден айтайын. Жоқ, бастысы қанша анандай сөз бар еді ғой, андай қанша бар сонша берген, түгелдей берген адам жақсы дейтін бет бір ана. Бастық болғанда гонорар бергенде айттым. Ол сол кезде болды. Вокзалда сондай жерде танып Мен қалдым. неде болды бір рет. Пойызда келе жатырмын. Сосын Назар аудардың фанаткасы түсіп қалды. 2013 жыл ғой. 12-де біз ұтып алдық қой. И бір купеге түсіп қалдық қой. Полный ноутбугына Назар аудардың ойын жазып алған. Бақыртып қойып, астынан келгенше солардың ойындарын қайталап қарай береді ғой. Мен вообще сөйлеспейді. Типа, көрдің ба? КВН деген осындай болады деп ше маған. Өте сондай болды. Қызық осы. Мына оқиғаңызды бір кім Ғалым Махамбетовтер естімесін? Неге? Сіз аудиторияларыңды көрдің ғой деп кеттіңіз ғой. Туалетте танып дегеннен кейін. Енді ол бастапқы кезеңдер ғой. Бәрібір содан бастайды ғой. Туалетте де білімді адам жұмыс істеуі мүмкін ғой. Енді андай ғой, оларда менде мысалға баратын болсақ, бұл жерге мен фотограф болып кететін болдым ғой ол кезде. Оларды көп танитын болдым. Сыр дей ма? Бізді де таныған бір рет айта салайын, просто қысқа нұсқа. Бір рет қой айтты. Пешеходтан өткен кезде бәрі тоқтайды ғой. Пешеходтан өтіп баратса бір мопед тоқтап тұр. Энерго қалайсың дейді. Бүйтіп қарап сәл маз болып қалдым мен. Энерго деді ма? Энерго дей салды, атын білмейді ғой. Абибас деді ғой маған бір рет. Абибас қалайсың? Мен айтайын Абибас емес. Бүйтіп қанша жыл еңбегім редактор болып жүрмін сенен. Абибаста қайсына келесіз? Оны көзі қанша минус болу. Дәурен ба? Бір түрлі жүріп келаттыңыз ба көшеде? Кімге ұқсатты сөйтіп. Біз атымды бір шатастырған бір еді. Брат, Вася емессің ба дейді. Рома мен Васяны. Дархан тоже сіздерге кейде айтқан ғой, ана Сәуле дейтін қыз бізде түнгі студияда. Файлов Рамазан, Смайлов Роман деп жазып кіре алмай неге. Қалай деп еді сол кезде? Не фамилияңыз? Кілт аласың ғой, қазір менде кіру үшін кілт беру керек. Ол мен вообще фамилиямда атымда бір пападан жоқ қой. Смайлов Роман деп жазып кеткен ғой. Ана тұрды дейін хотя бы атың или фамилияң келу керек қой дейді. Кіре алмай оттым Сәуле келгенше.
Қызық не болды тағы? Енді Жайдарманда солай таныды, иә, сондай жерлерде. гаи көшеде рупормен қайсың деп солай айтты. Ең несі Дубай молдан Нұрболхан екеуміз кеттік, менімен суретке түсті ғой. Жақсы екен. Нұрболхан аға жіберген болса ше ол баланы. Бәрін не болса да. Нұрболхан ағаны біраз ұтыпсыз, ә? Дубай мол. Дубай молда барам. туалеттегі жігіт. Дубай молда сізді таныды, Иә. күшті екен. Дубай молда Фанаттары Дубай Дубайда молда, тұрады. иә. Анау мынау фанаттар емес та. сақалды жігіттер ғой ә жылда деп. Рахмет, Раке, бүгін өте күшті Соңында бір шығарылым. не айтайық сұрайық та, болды деп ойлаймыз. қазақ жастарына бір Не айтасыз? үндеу, Айтпақшы, қазір қазақилықты қалай дамытамыз деген сияқты. Хихикая қазір дейтін қазір үлкен студенттер платформа келіп ғой. жатыр ғой қалаға. Ол туралы. Балмұздақ болып келіп жатыр, арман қуып келіп Олардан жатыр. қалай құтыламыз десем басқа сұрақ қойып. Сол кісілерге бір, может бір ақылыңыз. Енді сіз қазақтың 4-ші биі сияқтысыз ғой. Ұлт көсемі. Сабақ оқыңдар, осылай жүре бермеңдер. Картап осындай алып кетесіңдер. Сол уже сендер просто не істеватсың дегенге жауап болмағасын. Передачаға сол деп ашып алған сияқтысыңдар. Жоқ, жақсы бәрі. Енді не ол жаңағы сияқты ғой, студенттік кезде бір қиын уақыттар болады ғой, бірақ ол ең ертең есте қалатын қызық уақыттар болады да. Сондықтан да қиындыққа мойымаңдар, бәрі сағынып еске алатын кездер болады жаңағыдай. Жоқ, қиын, сессияны құлап жатырмын тағы деген дүниелер. Сондықтан да жаңағыдай ауылға қайтып кету, депрессияға түсу, өзіңді тастап тастау дейтін дүние болмасын. Сол нәрсе басты айтқым келетін ол, өмірде әртүрлі сәтсіздіктер болады, кейде болады жартылай финалға өтпей қаласың, кейде финалда шайып кетесің. Сондықтан да әркім сынағы әртүрлі ғой. Мойымау, бастысы мақсат қою, соған қарай жүру. Ең қиын кездер, ең қызық қылып еске алатын кездер. Сондықтан да сол нәрсе қиындық адамды. Сәтсіздігіміз басқаларға сынақ болса мен қуанамын мысалы. Иә, сабақ болса да сынақ болса емес. Сынақ болып барады ғой оларға. Сол адамды қиындықтар жай келмейді ғой жігіттер. Қиындықтар адамды өсіру үшін келеді. Сондықтан да оны не қылып алу керек? Сабақ қылып пайдалану. Мен курсқа жақында болып жүрмін, коучтік ше, былай білгенді айтып отқанмын. Ары қарай мен курсымда деймін ба. Сол нәрсе сендерге де сәттілік, бір дұрыс бірдеме айналысыңдар. Сол маған көмектесіңдер, ол жастан қалып қоймауға. Ол айтпесе қатты маған не істейді. Иә, құрметті көрермендер, осы жерге дейін көрген жандар болатын болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, Рамазан ағаны бір қолдап, бар қазақ елі болып қалды. Рәкеңге. Олай керек емес, бишара қылып сбор құсап айтып. Өзіме де қызық болып кетті сол. Резервпен предпоследний орынға шығып тұрсам. Бізде атуған естіп кеп болып түсіріп алғаннан кейін шығармай қойдық қой. Неге? Ғани Беркінбайдың шығарылымын шығармай қойдық. Себебі ол қатты күлкілі болып кетті, походу, бізде ондай болмайды ғой. Көрермен дайын емес оған. Оны бір кейін шығарармыз. Содан кейін ба күлкілі адамдар шақырып отқан. Біздің передачада менен күлкілі болмайды деп. Ғанидан бастадық қой оны күлкілі еместерді. Рахмет, құрметті көрермендер, бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Жаңа айтқандай арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қойыңыздар. Сіздердің бір сәтке қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді алдағы шығарылымдарға. Рахмет барлықтарыңызға. Рәке, бүгінгі алтын уақытыңызды бізбен өткізгеніңізге қуанышты шығарсыз десе. Өкінемін. Рахмет. Рәкеңнен артық қорытындылай алмаймыз енді. Сол сәттілік.